Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы математика пәнінен 11 сынып 1 кезеңнің 18 есебін талдаймыз. Қосындының мәнін табу керек екен. 1 бөлінген 1 көбейту 4, 1 бөлінген 4 көбейту 7, плюс 1 бөлінген 7 көбейту 10, тағы солай жалғасып кете береді. Мына жерде 1 бөлінген 2020 көбейту 2023. Мына жерде 2020 бірден басталады екен. Өте көп бөлшек бар мына жерде. Қанша бөлшек екені маңызды емес. Бірақ бөлшектер мына жерде өте көп. 9-10 сыныптарда осыған ұқсас есеп келген, бірақ ол жерде 5-6 бөлшек еді. Оларды ортақ бөлімге келтіріп, көп уақыт кетсе де есептеуге болатын еді. Ал мына жерде енді ортақ бөлімге келтіріп есептеу мүмкін емес. Енді мына жерде телескоп қосынды тәсілін қолдану керек болады. Мынаған мән беретін болсақ, 4-тен 1-ді азайтсақ 3 болу керек. 3 болады, 7-ден 4-ті азайтсақ та 3 болады. 10-нан 7-ні азайтып жіберсек, ол да 3 болады. 2023-тен 2020-ны азайтсақ, ол да 3 болады екен. Енді мына қосындыны бұлай, мына көбейтіндені қалай жазуға болады, соны көрейік. Соны қарастырып көреміз. Бір көбейту 4 мынау. Енді 1 бөлінген 1 көбейту 4-ті бұлай жазсам, 1 бөлінген 1 азайту 1 бөлінген 4 деп жазсам, ортақ бөлім 4 болады. Толықтауыш көбейтуші мына жерге 4, мына жерге 1 болады екен. Азайтсақ 3 бөлінген 1 көбейту 4 болады. Енді келесін қарастырайық. 1 бөлінген 4 көбейту 7-ні қарастырайық. 1 бөлінген 4 азайту 1 бөлінген 7 деп жазсам, ортақ бөлім 4 пен 7-нің көбейтіндісі болады. Өйткені олар өзара жай сандар. 4 пен 7-нің көбейтіндісі болады. 7-ден 4 азайтамыз. Мынауда 3 болады екен. Солай, енді мынаны да жазып көрсетейін. 7 көбейту 10, 1 бөлінген 7 плюс, минус, плюс емес, минус. Минус 1 бөлінген 10. Ортақ бөлім өзара жай сандар. 7 көбейту 10 болады. 10 толықтауыш көбейткіш мына жерге 7. Азайтсам 1 емес, қанша болады? 3 болады екен. Енді көп нүктені қойайық. 1 бөлінген 2020 көбейту 2023. 2023. Ол қалай болады? 1 бөлінген 2020 азайту 1 бөлінген 2023. Мына ортақ бөлімге келтіріп, толықтауыш көбейтіштеріне көбейтіп жіберейік. Азайтсақ 3 бөлінген 2020 2023 болады екен. Енді мына жерде мына бөлшектерге ұқсайды. Тек алымында мына жерлерде 3 тұр, мына жерлерде 1 тұр. Енді осылай мына 3-ті 3 болып тұра берсін. Мен 3-тен 1-ге көбейтіп жіберсем, мына жерін 3-тен 1, мыналардың орнына жазам. 3-тен 1. Мына 3 артық болып тұр ғой, барлығында. 3-тен 1-ге көбейтіп жіберем барлығын. Мына бөлшектің орнына мына айырман жазам. 1 бөлінген минус 1 бөлінген 4 деп. Сонда мынау сан шығады, жауап, мына бөлшек шығады. Ол 3-тен 1-ге көбейген кезде мына 3 пен мына 3 қысқарып кетіп, мына бөлшек қалады екен. Плюс, енді мына бөлшектің орнына мынаны жазам. 1 бөлінген 4 минус 1 бөлінген 7. Плюс, мына бөлшектің орнына мынаны жазам. Көп нүктені қоям. Плюс, енді мына бөлшектің орнына мынаны жазам. 1 бөлінген 2020 азайту 1 бөлінген 2023. 3-тен 1-дің өзін жазайық. Енді қарап тұрсақ, мына 4-тен 1
birinchi qosında da minusdan var, men ikinci qosında da plus ben. 7'den 1'de de solay. Mına kalgandары ortada köp nükte koyup koyduk. Olarda barlığı kıskarıp tek qana soňgusu kalar eken. Köbeytu 1 bölüngen 1, azaytu 1 bölüngen 2023. Endi mınalarda ortak bölümge keltiremiz. Ortak bölüm 2023 boladı. 2023 azaytu 1 bölüngen 2023. 2022 2023. Mına 2 kossam 6 bolt. 6 3'ke bölünedi. 3000 kıskartıp jiberedi ekenmiz. Sonda 674 bolama. 674 bölüngen 2023 degen jawap bolady eken. Sonmen mına esep çykdy savalyňyzlar.